Қыздареки ауызға салсаңыз еритін өте дәмді зебра сметанигін жасаймыз. Ең алдымен онға майды қосып, сахарная пудраны қосып, разрыхительді қосып, қолдарыңызбен араластырып, крошка жасап аламыз. Үстіне бір жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды тоңазытқышқа қоямыз. Ортасындағы салмасын дайындаймыз. Қаймақтың үстіне жұмыртқа, қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Массамызды екіге бөліп, біреуіне какао қосамыз, екіншісіне кукурузный крахмалды қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды табамызға орналастырып, массамызды кезегімен осылай құйып шығастыр. Толығымен барлық мөлшерін төменге жазып кететін боламын. Начинкамызды осылай құйып болғаннан кейін, ең соңында таяқшамен узор салып қойсаңыздар болады. Пешімізді 180 градусқа қыздырып, 35-40 минутке пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әрине дастарханға қойғанға да өте әдемі көрінеді. Қыздар, менің парақшамнан осындай жеңіл рецепттер таба аласыздар. Маған тіркеліп, менің видеом ұнап жатса лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.